Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге біз бүгін қазіргі таңдағы хит болып жатқан десерттердің бірі испанский чизкейк немесе Сан-Себастьян чизкейкін дайындайтын боламыз. Бұл чизкейкті дайындау ешқандай да қиындық тудырмайды, тез дайындалады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Менімен бірге үй жағдайында дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен сүзбелі ірімшігімізді осылай үй температурасында ертіп аламыз. Үстіне қант қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 33-35% кілегейімізді құйып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Үстіне 4 жұмыртқамызды салып, миксердің ең аз жылдамдығының көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай сұйық масса шығу қажет. Енді осы массаның үстіне 30 грамм ұн немесе крахмалды еліктен өткізіп саламыз. Тағы да бір рет араластырып аламыз және формамызды дайындаймыз. Бүгін менде осындай жылжымалы форма. Жылжымалы форманың үстіне пергамент қағазын орналастырып, ішіне сұйық массамызды құямыз. Үстін видеода көрсетілгендей етіп, біркелкі етіп түзулейміз. Содан соң 200 градуста қызып тұрған пешімізде 1 сағат немесе 1 сағат 10 минуттай пісіріп аламыз. Бізде бірінші осындай қатты көтеріліп тұрады. Содан соң үй температурасына 1 сағаттай суытып қойып қоямыз. Сонда видеода көрсетілгендей біраз басылады. Содан соң ғана формасынан және пергамент қағазынан ажыратамыз. Барлығын аяқтағаннан кейін 1 сағаттай немесе 1 түн тоңазытқышта сақтап қойып қоямыз. Содан соң ғана кесіп, үй іштеріңізді қуанта берсеңіздер болады. Бұл десерт өте дәмді болып шығады, өте нәзік чизкейктердің бірі және әзірлеу де көп уақыт алмайды. Сондықтан міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Қош сау болыңыздар.